папа, бұл сіздердің болашақ күйеу балаларыңыз. Сәлеметсіздер ме? Алдында бұл жігіт бізге ұнамайды, маңына жолама деп айтқан жігітті алып келіп тұрсың ба бізге? Менің телефоным қайда? Қазір. Мына менің Lamborghini'мнің кілті екен ғой. Далада тұр ғой. Lamborghini қымбат мәшін ғой ол. Телефоным қайда? Қызыл диплом қалтамда жүр екен ғой. Бірақ диплом ба? Дипломдарым деп айтқым келіп тұр да. Диплом жетеді менде. Телефоным қайда? Телефоным қайда? Қалтам толған ақша. Көп ақша тапсаң да жаман бар ғой, таппайсың заттарыңды. Досым Қайрат Нұртаспен түскен суретін жүр екен ғой. Тойға келіп тегін ән айтып беремін дейді. Қайрат Нұртас? Мынау немене? Бұл Кики тур ұйымдастырып жатқан Өзбекстанға тур ғой. Сіздерді саяхатқа жіберейік деп едік қой Өзбекстанға. Сонда Өзбекстанға барамыз ба біз? Ташкент, Самарқанд адам басы 60 мың теңге. Ташкент, Самарқанд, Бұхара адам басы 150 мың теңге. Сіздерді сол жаққа турға жібермейміз ба? Өзбекстан шекарасынан жайлы лежачий автобуспен барасыздар. Өзбекстанның ішінде жылдам пойызбен «Еркебулан қайдасың?» деп саяхаттамайсыздар ма? Керемет екен! Егер сен де Өзбекстанға саяхаттаған келсе, комментарийға плюс қалдыр. Таптым телефонды. Маған звондап жатыр екен. 1 минут, иә? Да, братан. Иә, әрине тойға келе беріңіз, шақырамыз. Қызым, мына жігіт барға бізге сразу ұнады. Өтте керемет жігіт таңдапсың. Бердім батам деп бақытты болдыр, айдалай. Ұнады бізге. Айттым ғой ата-анаңа ұнайын деп. Дайындалып Өзбекстанға кеттік онда. Дайындалып, отыра беріңдер өздерің, иә? Баламыз сандап жатыр. Ой, алма тағы немереміз қаратып қой. Өші блокқа тығып тастап ше. Неге алмай жатыр? Домофоннан звондап жатыр. Мама, папа, Айгенге қарап бересіздер ма? Алма, үйде жоқ деп ойлап қалсын. Үйде жоқ па? Мама, папа. Үйде ешкім жоқ па? Менде кілт бар, давай өзім ашайын. Қайда кетіп қалған? Свет жанып тұр ғой, бірақ. Мама, папа, қайдасыздар? Қайдасыздар? Мама? Папа? Апа? Ой, Айлиню, қалайсың? Ата. Қалайсыңдар? Мама, папа, не ап тығылып жүрсіздер бізден? Бүгін Айынға қарай тұра аласыздар ма? Біз тойға бар келсек. Тағы ма? Күнде бала қарап кеттік қой өзі. Бізді тегін няня қылып алдыңдар ма? Не істедіңдер өзі, Бірақ сіздер немелеріңізге қараған жақсы көресіздер ғой? Әрине жақсы көреміз, бірақ күнде емес қой енді. Соны айтамын, өмір бақи сендерді бақтық. Әбден өстау дегенде балаларыңды әкеп тұрсыңдар енді. Бізде сонда өзімізде өмір жоқ па? Бізде де бос уақыт, бізде де личный пространство деген болу керек. Мам, папа, сіздер болмасаңыздар кім қарап береді енді? Біз қайда тастаймыз баламызды? Балабақшаға берсеңдерші. Біз күшті сенімді балабақша таптық. Күшті, элитный, академ бала деп аталады. Академ бала бұл 1 мен 6 жас аралығындағы балалар толық күнге қабылдайтын балабақша. 5 мезгіл нутрициологпен бекітілген тамақ ішетін, мектепке дайындық тобы бар. Бала жасына сай нейро бағыттағы дамыту программалары да бар. Мейірімді, гуманды педагогиканы ұстанатын тәрбиешілері бар. Онлайн бейне бақылау жүйесі де жұмыс істеп тұр, развозкасы да бар. Оның үстіне неше түрлі үйірмелер бар. Таеквондо, ағылшын тілі, бассейн, футбол, логопед, нейрофитнес, тұзды шахта, эрготерапия, логаритмика, логопед барлығы бар ішінде. Еще қазір оларда тегін пробный күнге жазылуға болады екен. Толық ақпарат олардың Instagram парақшаларына өтіп аласың. Болды онда, қызымызды сол жаққа берейік. Иә, қызым. Тоқта, немеремізді бір еске олай, потом апарасыңдар академ балаға. Ар отыр, менің корейский дорамам басталды. Pick me махаббат. Студия Softbox. Бұл не туралы? Әне мынағы Сусону, Керейдің қызы. Ал мынау бай Чеболь үлкен корпорацияның бас мұрагері. Екеуі бір-бірін көрді. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 Қандай романтична! Рахмет. Рахметпен ғана құтыла алмайсың. Мен сенің өміріңді құтқар қалдым ғой. Енді сен күні бойы менің айтқанымды істейтін боласың. Болды.
Сен сияқты кедей неме менің балама жолға қалай дәтің барады? Мама, не істеп жатырсыз? Мына кедейдің жанында жүрсең, мұрагерлікті саған қалдырмаймын. Маған сосыны болмаса, бұл байлықтың қажеті жоқ. Мен мұрагерліктен бас тартам. Жүр кеттік. 다시 너를 볼 수 있을까 Қалай сериал ұнады ма? Неме корейстер мақтай бердің? Мен де саған омега ауа тазартқышын алдым. Аллергиясы барларға, баласы барларға өте керек нәрсе. Беше олар компанияның бір жылдығына орай розыгрыш ұйымдастырып жатыр. Бірінші орынға евро тұр және басқа да бағалы сыйлықтар беріледі. Рахмет, оппа! Психолог мырза, менің әйелім қарап беріңізші. Вообще өзір кетті әйелім. Өмірі шаршап жүреді, ұрысқақ. Бұл вообще ондай емес еді. Қойшы саған Қабыр сақтаймыз. Қазір барлығын анықтаймыз. Так, мына жерде не көріп тұрсыз? Қарны ашытылып жатқан бала ғой. Ал мына суретте не көріп тұрсыз? Памперс толып кеткен бала ғой. Ал мына жерден ше? Шашып жатқан үй. Келесі сұрақ, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен бос уақытта айналысатын сүйікті істерім көп. Мысалы, үй жинау, бала қарау, кір жуу, жас кезінде еске салып жылау. Сіз сонда шаршамайсыз ба? Үй неменеге шаршайды ол? Үйде отыр ғой күнімен. Ал сіз соңғы рет қашан демалдыңыз? Декретке шықпай тұрып 5 жыл бұрын. Естіп тұрсыздар ма? Бала соғып жатыр. Бала соғып жатыр. Жоқ, бұл жерде бала жоқ. Сабыр сақтаңыз, сіз психологтың кабинетіндесіз. Мен сіздердің проблемаңызды анықтаған сияқтымын. Иә, қандай? Сіздің әйеліңіз 5 жыл декретте отырып, әбден шаршаған. Еще сіз де қолдау көрсетпейсіз. Постоянно жұмыстасыз, баламен қалдырып кеттіңіз. Сіздерге балаларыңызды Академ бала деген премиум элитный садикқа беру керек. Академ бала 1 мен 6 жас аралығындағы балаларды толық күнге қабылдайды. Балаңыз бұл жерде жай ғана уақыт өткізбей, заманауи нейростим бағыты бойынша өз жасына сай дамиды. Балабақшада онлайн видео бақылау жүйесі бар. Сондай-ақ нутрициолог бекіткен 5 мезгіл ас мәзірі ұсынылады. Сонымен қатар тұзды шахта, логопед, нейрофитнес, музыкотерапия, хореография, бассейн, футбол, ағылшын тілі, эрготерапия сияқты көптеген үйірмелер қарастырылған. Развозка қызметі де бар. Сонымен қатар балаңызды небәрі 5 ай ішінде мектепке толық дайындап береді. Оларда еще садикқа экскурсия бар. Экскурсияға қатысу үшін комментарийға плюс қалдырыңыздар. Болды, жан, экскурсияға барайықшы. Рахмет дәрігер. Енді Академ балаға баламызды беріп, әйелімді бала тәрбиесінен босатпасам, әйтпесе совсем жындан кететін болды ғой. Мен телефоным қайда? Туй, осы үйде бүкіл заттар қайда жоғалып кетеді? Барлығы мұнда. Бұл не? Бұл сенің өмір бойы жоғалтқан заттарың. Менің бірінші телефоным. Қайдан таптың? Сен бұны 2009 жылы қораның артында ұмытып кеткенсің. Менің алтын сырғаларым. Сен бұларды моншада ұмытып кеттің. Мынау не? Бұл сенің алғашқы махаббатыңның хаты. 8-ші класста химия кітабының ішінде кетіп қалды. Мараттан ба? Үй мұнда жүр ғой. Колледждағы подругаң Жанеля ұрлап кетті. Стерва Жанеля. Үй Сабико жүргеттері жүр ғой. Бұны сендер магазиннің кассасында ұмытып кеттісіңдер ғой. Мә, тапқан жақсы болды. Японский качество деп алдым ғой. Жоғалған телефоным. Бека деген жігіттің сені ұрлап ломбардқа өткізіп жүрген. Ал сен сонда кімсің? Әлі түсінбедің бе? Мен сен жоғалтып алған өзіңмін. Келін боламын деп, әйел, ана боламын деп өзіңнің алаңсыз күліп ойнап жүрген кезіңді жоғалтып алдың. Мен сенің қаласаң қатты күлетін, шынайы қуана алатын, биік армандары бар бұрынғы кезіңмін. Сен есейе келе мені ақырындап жоғалта бастадың. Бірақ менің бір бөлігім әрдайым сенің ішінде. Қаласаң таба аласың. Ей, мә телефоның. Мына жердің бәрі неге шашып саласың? Рахмет. Мына Марат деген кім саған сүйемін деп хат жазыпты ғой. Саламатсыз ба? Кешіріңіз, бізде кухня жабылып жатыр. Кухня керек емес, маған залға отыра беремін. Сіз залға барып жүрсіз ба? Иә, кішкене тер шығарып, аптасына 2 рет барам. CG-ға ма? Сен CG-ді айтыпсың ба? CG-ға күнде келемін. Күндесініз, түнде келіп тұрсыз ғой, біз уже жабыламыз. Мен не істедім сендерге жабылатындай? Кәдімгідей бәрің жабылып кетейін түсіндір ма маған? Уақыт болды деп тұрмын сізге бүгін. Қойшы, уақыт болды ма не? Йо-майо. Жақсы кафе еді ғой негізі. Бағалары, тамақтары, атмосферасы. Еще төменде балалар ойнайтын жер болды. Ертең ашыламыз ғой қайтып. Ертеңге дейін 2-3 күн бар ғой әлі. Сен кішкене андай... Не, қандай? Жақсы. Сәуле, қарай қойш, мантық алды ма? Мантық қалмайды ғой. Неше жыл болды, әлі күнге дейін жеп жатырмыз ғой. Сен таяқ жейсің. Таяқ жемеймін мен, манты жеймін. Қайда отырайын? Нема? Сапар деген сен ба конкретно? Иә. Осы сапармен постоянно. Тұра тұр. Сендерде бетонный мешалка бар дейді ғой. Не только бетонный мешалка бізде. Миксерлер бар, Апалов бар. Қарашы жаңа көзіңді ашып. Иә, бетон құятын осында. Тұра тұр деймін, тұра тұр.
Сапар. Оны бақай кетпеймін. Бақай Анау жылап жатыр ғой. Ей, не болды айба неге жылап жатырсың? Екеуміз мафия емеспіз. Мен мафия емеспін. Не жылап жатырсың? Кім бастық? Сен ғой енді бастықпын. Мен сөйлемеймін ба енді? Я, сен сөзіне жыламашы. Кімсіңдер сендер? Біздер мафиямыз. Мынау кім? Бұл менің бастығым. Енді неге жылап жүр онда? Басында біз мындай келгенде келісіп едік қой, ол бірінші сөйлейді деп. Иә. Сосын мен сөйлеп қойып едім ғой, сол маған ренжіп жылап қалып тұр ғой. Енді сен тыңдай қойшы оны. Жақсы, кеш. Не болды? Не айтасың? Не керек болып тұр? Жылама. Сендер бүкіл адамдардың бәріне бетон құйып беріп, фундамент құйып беріп ақшасын алады дейді ғой. Иә, енді дұрыс емес пе? Подкуш істейміз ғой. Бәріне сөйтесіңдер ма не? Бәріне істейміз, енді ақшамызды алмаймыз ба? Еңбегіміз ғой біздің. Дұрыс қой енді сөйтіп ақша жасамаймын енді. Иә? Мындай іш? Бизнес емес пе? Мындай іш? Не болды? Қазір тұрайыншы. Сен не анам болып отырсың? Ну тағы жылап жатыр ғой, ей. Мен жақпен сөйлемейсің бе жаным? Біздің қарсыласымыз емес пе? Келіндеш бері айтшы, я. Не болды? Айтшы. Не шаруа? Короче, үлкен теманы қозғауға келіп тұрық саған. Иә. Сен маған фундамент құйып бересің, 4-6. Времянка ғой, значит, примерно. Иә. Сосын саған біз ақшасын береміз. Халас. Халас. Иә. Сосын біз сені крышевать етуге тырысамыз. Жоқ, енді крышевать етіңдер, ладно. Бірақ алыстан крышевать етіңдерші, или вообще көрінбейтін крышевать боласыңдар ма? Доля бола ма? Жоқ, доля болмайды. Дұрыс айтып тұр ғой, не істейсің біз доля, не істейміз бізге сапалы. Фундамент құйып беремін ғой, сапалы. Бастың ба? Қазір тұрайыншы, иә. Тұрайыншы. Не жылай бересің сен? Мафия емеспіз. Я, хорошо, я, ойбай, долядасыңдар. Кеш бері қай, жыламаш, айналайын. Күн жанып тұрғанда не кидің онда? Пальтон. Жағып тұрғанда шілдеде апсыз пальтон. Ары қарай өзің шеше машина күтемін. Я, сөйтші. Сосын не ғой? Сапар. Я, Құттығай батыры 44-те болған әңгіме осы жерде қалсын. хорошо. Денсаулық керек қой саған да? Я, керек. Тілей. Мен қорғанышты бір айтқан шығарсың. Не клиенттен қорқасыңдар бәріңе? Олар да сендер сияқты адам емес пе ана? Келді ма демалуға салмаға мына зәтті аяқ киімнің бәрі шашылып жатқан. Шкаф ашылып жатыр. Мынау менің бизнесім өзімнің маңдай термен ашқаны. Микрофонның бәрі шашылып жатыр. Демалғасына адам құсап демалу керек пе? Мал құсамай. Шығарып жіберіңдер бәрін ешқайсысын қалдырмайына. Қазағымның жігіттері иықтары тоқпақтай, кінәлімін алдарыңда сөйлеп қойдым ойланбай, ойланбай, мама. Ипашы болыпты, базардан кезіп қалдым. Ассалаумағалейкум. Охо, Абылай, уалейкумассалам, қалайсың? Жағдай қалай, жақсы ма? Жақсы. Үй шаман ба, бәрі жақсы ма? Аман сен жақсы. Сен қаладасың ба? Қаладам не? Мынау мен группаласын танысып қой, Асқар деген. Мынау мен інім Абылай деген. Екеуміз 5 жыл бұрын институтта бірге оқыдық. Дұрыс па па әйтеуір? Қандай қуасың ба? Енді понятно, бәрі дұрыс па деген, адамдармен отношениесі бәрі нормально ма деген ғой. Қалай дұрыс бұратпай? Не сұрақ қойыпсың, врачка? Жоқ, енді мен алып тұрсың? Жоқ, білейін дегенім ғой, енді мен қазірден бастап танысып жатқасын уже. Сен қате ғой, қумашиш сен. Жоқ, енді сен білесің ғой, мен білмеймін ғой. Араласқасын сразу уже история. Сен бірінші араласшы енді. Жоқ, может косячник шығарсың, білмеймін ғой енді, братан. Қалай косячник? Көрдің ба, брат, нервный анау кішкене ашу бас жасамай ма сәл бірдеңе ғой. Кит бар мына жақтан. Қумаш барш бар. Өзім сөйлесем сосын сенмен, хабарласам, баш бар. Қуады екен ғой сен врачка. Жарым ба бірдеңе? Не айтып отырсыз біз бана? Білмеймін, миым тақтай қалып жүрсің. Самат ипашы болған ба, соның үшім базардан көрдім ба. Алпа. 4 этаж мұнда барған. Ау, 4 этаж бар. онда бірді бас бер, тұра беру үшін. Мен ертең барам. Бірде тұр қой, бірде. Бірде тұр. Онда алтын бас шеш пе? Ертең хабарласам, брат. 4 этаж деймін, 4. Жоғары айтпасам, шаруаларыңыз бар ма? Қандай шаруа? Қайда шаруа, не шаруа? Қай этаж? Сен не есалаң болыпсың? Жоқ, қай этажға барасың? Қарапайым сұрақ қойып тұрмын, қай этажға барасың деп. Қай этажға айтпайсыздар сіздер? 4-ші этажға айтпасың. Сен? Мен 4-ші этажға Неге айтпадым. енді екеуіңіз айтып барасыздар 4-ші этажға? Саған қандай қызмет? Енді 4 этаж емес па бары? Енді 4-іміз бөлініп кетпейміз ба 4 этажға? Қалай ол бөлініп кетпейміз? Не ол? Не әңгіме ол бөлініп кетпейміз? Енді 4 этаж емес па, братан, сен қатырасың. Бір этажда, бірінші этажда біреуміз қалай онда? Сен қай этаж айтпақсың, брат? Мен 3-ші этажға айтпасың. Сен не үшін міндің лифтке вообще? Көтерілу үшін?
Енді қай этажға барасың сұрап тұрған жоқпын ба? Сіздер менен неге сұрап отырсыздар? Сіздер екеуің бір шаруаға кетіп жатсыздар, солай ма? Жоқ, мен танымаймын мынаны, вообще танымаймын. Жақсы, ладно, әйтеуір 4-ші этажға бірге барасыздар. Сіз бәрі күтіп тұрасыз ғой маған қазір бәрі барғанда. Неге мен оны күтіп тұрамын, мен оны? 4-ші этажға шаруаға мынау бара тұр ғой, братан, сен қатырасың сен. Мен өз шаруаммен кетіп Мен өзім шаруам бар ғой. Енді онда сен 3-тен түсіп қалды, асықпай бар 4-ші этажға, брат. Жүрейін мен 3-тен түсіп, одан лестницамен 1 этаж көтеріліп. Братан, всего лишь 1 этаж. Неге мен түсуім керек вообще? Енді 4-ші этажға мынау кетіп бара жатқан жоқ па, братан, сен қатырасың сен. Пизду, мен бармаймын. Қалам мен, ашылмай қалдым, не болды мына? Қалам мен бармаймын. Өзің бар, түсіндің ба? Өзің бар. Бірге барайық онда бәріміз. Қумашы, ебать, сегізінші шығып отырқ қой біз лифттан. Мен не істемеймін? Қалшы сен алып қасым. Қалмаймын мен. Тоқсыншы. Барғанымыз ба қасында, тұрған жоқ па? Не күтті құрсын. Не істейміз енді? 2 адам келсін енді тағы да. Неге 2 адам? 4 этаж деді ғой енді, қойған жоқ қой өздері қайта. Күтейік енді. Мына қарасай, мына батарейкадан тиген кезде от шығады қара. Кешіріңіздер. Тамақтарыңызды алып кете берейін ба? Болдыңыздар ма? Енді ғой алып келгенім. Соны айтам. Қашан ұйықтағанмын? Белгішей. Аубасы, не ұйқы сенкі? Түсінді, сізді көрдім ғой мен. Қойш, сіздің осы Дорба мейрамханаңыз, Дорба холл Түркістанда жан-жақта ашылып, халық 24-те 7 жұмыс істесін деп митингке шығып жатыр ғой. Террасада күніге акустикалық кеш болады екен. Молодец. Тамақтарын мақтап жатыр. Әдемі. Оған енді әдемі дей салуға болмайды да енді. Қуану керек. Ей, Жоқ, таза қуансаң кішкене. Оу! Канан официант. ей, Белгеш. Жаныңызды асыраймыз ба? Ош, өз күнін өз адам әрең көріп жүрген кезде асырайық. Или ит асыраймыз ба? Борсық па, попугай ма асыраймыз ба? Болмаса зоопаркке барып тұрайық та. Үйде бір жылан бар ғой, жетеді ғой. Қойш, жылан бар ма не? Маған ұтпай асырап жүрсің ба не? Қайда? Тұр ғой мына ыс еді. Ай, жанымандай туалет көрдім да, 2 адам тықсындай алайықшы. Тентек болып қалғансың ба сен? Күшті ғой қайда, махаббат болып отырамыз. Махаббат емес, малақ болады ғой ол. Болмаса бассейн алайық та ішіне балықтар сақ қоямыз үйге. Болмаса көтің ұстасын ба? Қумашы, не айтып жатсың не? Или парный іш киім аламыз ба? Ебай 98 мың ғой мен. Томми жері иткіндей. Ебай. Саламатсыз, вип қазақ балаларының атынан келіп тұрамын. Қандай киімдер ұсынасыз? Бұтыңа бір слаксы тастайсың, тізе шығып кеткенше кие бересің ғой. Үстіңе темный синий тенниске тастайсың. В общем, жумай кие бересіңдер осыңдар, кіріп кеткенше ше. И басыңа лора пиано, басың май болғанша жүре бересің. В общем, историяңа машинада жүрген сала бересің. Қыздар сұраса, тендермен айналысып жатырмын, темшіктің браттардан хабар күтіп жүрмін деп жүре бересіңдер ғой. Саламатсыз ба, Абу Бандит балаларының атынан келіп тұрмын. Тез киім беріп жүріңізші. Сен асты-үстімен бір спортивка сай, жыл 12 ай киіп шығасың. И сен вообще шашыңды алма. Бүйтінде құлағыңды жапқанша өсірсей, ұшпаса да бүйтіп тастап қойып жүре берсің. И мынаны ұмытпа сен. Барсеткін бетон ұмытпайсың ғой, бірақ ішінде дым болмаса да бүйтіп қолын салып, влажный салып жүре бересің ғой. Саламатсыз ба? Саламатсыз. 2009 балмызда студент. Молокосос. Киім алайын деп келдің ба? Киім беріңізші. Жаным, осека бүкіл ақшаңы киім апсап, ертең общагада доширак ішейін деп отырсың ғой. В общем, сен битсей, біздің Гаполноуда бүкіл киімге жаппай 50% скидка. Еще 1 августтан 5 август аралығында небәрі футболкалар 2000 теңгеден басталады. Bir тенниске алсаң, екеуі сыйлыққа. В общем, осы видеоны 2009-ға жіберсе, бір сыпыра киініп кетсін. Аяғың жетпей тұр ма? Алмашы. Терең жүрсе. Бойлап отырмын, аяғым жетпейді. Алды бардық ішіне. Сақылдап парша тағалап өкпел. Ой, атту! Я тоже человек, дайте мне нормально пожить.
Ya